Қайырлы кеш, достар. Сендерге Алматының ең бір әсем көшесі, Қаныш Сәтпаева көшесінің бойындағы ғимараттың жанын сендерге түсіріп көрсетейін деп жатырмын. Мынау Күләш Байсейітова көшесі, ортасында, екі үйдің ортасында тұрған жер. Міне. Алматы деп жазылып тұр. Мынау бұрынғы орталық Қазақстан Компартиясының ғимараты. Осы жерден 4-ші курста біз парадтан өткенбіз 1-ші майда. Қазір алдынан осындай ғимараттар салып тастады. Мына жердің барлықтары демалатын кафелер. Балалар кішкентай ойнап жүрген міне. Мына жерде автобус келіп тұр. Шеттен келген, наверное, адамдар демалып жүр. Пиццерия. Мына Америкадағыдай мынандай кішкентай габаритный бутиктер, балмұздақ сататын, бургер сататын. Қазір мен сендерге мына жақта тағзым ғимаратына барып, сол жақтан сендерге түсіруге тырысамын. Егерде менің телефонымның несі жетсе, памяті жетсе, керемет жер, маған сондай ұнайды осы жер. Алматыда тұрып осы жаққа келгенге шын айтсам, мүмкіншілік кейбірде болмай қалады. Бірақ Алматының бір ең әсем көшесі, сондай бір адамның көңіліне бір сондай бір хош көңіл, жылулық сыйлайтын біздің жастық шағымыздың өткен жері сол көшелердің бірі. Анау жерде біздің Фурманова көшесі, Океан деген бұрынғы астында Океан деген кафесі бар. Мынау шаруашылық министрлігі болатын уағында.